Қайырлы күн баршаңызға. Менің есімім Жүніс Нұртас Бақтылы. Промет клиникасының Шымкент филиалындағы екінші филиалының бас дәрігері боламын. Мен медицинадағы жолым Қарағанды медициналық академиясында 9 жылдық білімімді тәмамдап, осы клиникада грыжа, протрузия, остеохондроз сияқты аурулардың барлығын, яғни омыртқа және буын ауруларын емдей бастадым. Қазіргі жұмыс өтілім 5 жылдан астам. 2000-нан астам пациентті операция және де ауырсынсыз емдедім. Енді бұл бізде грыжа деген өте үлкен тақырып. Грыжа негізінде адамның ағзасында тек омыртқада ғана болмайды. Ол әрине біздің естуімізше шап аймағында, кіндік аймағында грыжаның барлығына ажыратады. Бұл грыжа деген грекше аудармасы, былайша айтқанда, сыртқа шығу деген сөз. Ал сыртқа шығатын бізде әрине кіндік аймағынан ол ішек шығу мүмкін, немесе шап аймағында шаптың байламдары шығу мүмкін. Ал бізде әрине ол омыртқа аралық дискінің ішіндегі пульпозный ядро дейді оны. Осы пульпозный ядро сыртқа шыға бастайды. Әрине бұл тектен тек шықпайды. Оған адамның өзінің өмір салты, жұмысы әсер етеді және де жасы да сәйкес. Енді грыжа емдеу туралы айтпай жатып, бірінші грыжа неден пайда болады? Былайша айтқанда, омыртқамыз, мынау диск қандай қызмет атқарады, сол сұрақтарыңызға, яғни жауап ретінде сәл сөз қозғасам деп отырмын. Омыртқа аралық диск деген, яғни біздің омыртқамыздың амортизация ретінде біз білеміз, алдағы қарай еңкею, барлық ауыр затты көтеру, осы дисктердің арқасында біз осындай белсенді өмір сүре аламыз. Ал енді біз азаннан кешке дейін компьютерде отыра беретін болсақ, соған сәйкес ешқандай қимыл қозғалыс жасамай, өзіміздің денемізді спортқа баулмай, өкінішке орай ол бірінші протрузия пайда болады. Протрузия деген бұл көріп отырсыздар, дисктің екі қабаты болады, сыртқы фиброзды қабаты және де ішкі пульпозный ядросы болады. Бұл жұмсақ тін болатын болса, ал мынау өте қатты, серпімді, мықты болады. Соған сәйкес біз мына көріп тұрсыздар, фиброзный қабатын біз жіңішкеріп аламыз, яғни қорек азаяды. Омыртқаға келетін қорек біздің өмірімізге сәйкес азаяды. Соған сәйкес бізде бірінші протрузия пайда болады. Мына дисктің көріп отырсыздар, салмақты көтеру, амортизация қызметі төмендейді. Соған сәйкес бізде МРТ-да біз білетіндей протрузия өте көп кездеседі. Қазір 30 жасқа дейін статистика бойынша 60-70% адамда протрузия бар. Енді ол шетелде, Америкада жасалған статистика. Ал енді біздің әрине сау ағзамыз кезінде дискіміз өте серпімді болады. Соған сәйкес ауыр жұмыс жасай бастасақ, немесе біздің өзіміздің денемізге көңіл бөлмей, спортпен айналыспай, азаннан кешке дейін партада отырсақ, жұмыста отыратын болсақ, компьютердің алдында отыра берсек, бізде бұл протрузия кездесу қаупі жоғарылайды. Соған сәйкес бізде бір күні болмасын осындай диск жарылып, ары қарай грыжаға ұласады. Грыжа деген, былайша айтқанда, ол травмаға жатады. Өйткені сүйек сынатын болса, бұл жерде де тура сол сияқты қарастыру керек деп ойлаймын. Бұл сіңірдің жыртылуы травма. Яғни біз не істейміз? Жарақат алып қалсақ, біз бұл жарақатты сразу барып операция істемейміз ғой. Сондықтан тура осындай жағдайды бәріңізге білу ретінде осы YouTube каналында осы грыжа туралы ақпарат бергім келді. Енді жарақат алған кезде біз бірінші қандай белгілерді байқаймыз және де қандай ем шара жасауға болады, соның барлығын түсіндіріп айтып кетейін. Біз жарақат, яғни омыртқалық грыжа көріп тұрсыздар, бізде жарақат болды бірден. И осындай кезде біз жата тұрған дұрыс. Өйткені бұл кезде ағза шокқа түседі, ауырсыну пайда болады белде, и соған сәйкес адам тұрамай қалады орнынан. Ал біздікілер не істейді? Орнынан тұрамай қалды, сразу лечение қабылдайды, әртүрлі кассаправтарға барады деген сияқты. Бұл барлығы, бұл ағзаның өзінің проблемасын өзін шешуге бөгет жасайды.
Біз 2010 жылдан бері қазір басқа клиникалар, яғни басқа шетелдердегі клиникалардың жасаған жұмысына сәйкес біз сондай жұмыс жасаймыз. Олар, яғни операциясыз грыжаны емдейді. Бұны резорбция грыжа дейді. Олар да тура соған сәйкес жұмыс жасайды. Яғни грыжа пайда болды, бірдестен барып операцияға жүгіну емес, нейрохирургқа барып немесе барып кассаправқа ұрғызуға емес. Бұл кезде барынша адам ағзасына тыныштық береді. Яғни жата тұрады, адам 7 немесе 10 күннің ішінде адам орнынан өзі тұра бастайды, және де уже аяққа ауырсыну өтеді. Грыжаның бірінші белгісі ол аяқтың ауруы. Сол себепті теп-тегіс жерге жатып, аяғыңызды 90 градусқа дейін көтере алмай, сол кезде көтеріп жатып беліңізге ауырсыну берілетін болса, бұл нақты грыжаның белгісі болып табылады. Бізге келетін 80% аурудың ол грыжасы 10% құрайды. Сондықтан грыжа деген өте жедел пайда болады, және де ол ауырсынуды тек аяққа береді. Белдегі ауырсынудың барлығы грыжа деп санауға болмайды. Енді грыжа пайда болды. Біз ол грыжаның әрине операцияға жібермей жатып, операцияға керек көрсеткіштер төртеу. Сол 4 көрсеткішке сәйкес бізге келген науқастарды біз операцияға жолдама береміз. Ал 4 көрсеткіші жоқ пациенттердің барлығын өзіміз емдеп шығарамыз. Бірінші көрсеткіш ол ауыратын аяқтың бағанағыдай еті қашып кетеді. Екі аяқпен салыстырғанда біреуі жуан, біреуі жіңішке. Екінші белгісі болып бізде кіші дәрет және де үлкен дәреттің өзгерісі. Яғни кіші дәрет пен үлкен дәреттің адамда дұрыс болмайды, жіберіп қояды, немесе қиын болып белі ауырып қатты сол кезде ғана босай бастайды. Бұның барлығы екінші белгі. Үшінші белгі болып бізде аяқтың басы көтерілмей қалады. Свисание стопы дейді былайша айтқанда, оның барлығы нерв жүйке жүйесінің өлгенін айтады. Ал төртіншісі әрине паралич. Осы 4 көрсеткіш егер бізде келген науқаста байқайтын болсақ, біз дереу ол кісіні нейрохирург маманына жібереміз. Нейрохирург маманы барынша операцияны тез жедел түрде өткізуге тырысады. Ал ондай белгісі жоқ, тек бағанағы аяқтағы қақсау, түнгі ауырсыну, жүрген кездегі жүре алмау, немесе бағанағыдай орнынан тұра алмау, бел ауырсыну, оның барлығын біз операциясыз емдей аламыз. Резорбция грыжа деген оғын былайша айтқанда адам ағзасының өзінің емделу қабілетін жоғарылату. Біз білеміз, резорбция грыжа дегенді емдейтін ол адамның өзі. Біз просто соған себепкер боламыз. Оған жағдай жасаймыз. Және де физиоаппараттардың көмегімен біз грыжаның кетуіне үдетеміз. Бізде ең бастысы емдейтін аппараттардың бірі ол лазермен жоғары интенсивті магнит болып табылады. Лазерлік терапия өзінің физиоаппараттардың қасиетіне сәйкес бізде ол сәулелендіру физиоаппаратына жатады. Сәулелендіру арқылы бізде осы грыжаны 10 сантиметрге дейін қамтып, сол грыжаны ертеді. Енді лазерлік терапия бұрында әрине оны медицинада қолданамыз деп шықпаған, ал кейін заман дами келе оны медицинада қолданып, сондай эффекттің бар екенін уже уақыт өте келе түсіне бастады. Лазерлік терапияның біз негізгі 3 сәулесін ажыратамыз. 810 нанометр, 980-дік нанометр және де 1064-дік нанометр. Бұл өлшемдер не үшін? Яғни бұл әрқайсының өзінің ерекшелігі ол тереңдігінде. 810-дық нанометр бізде ол тері және де тері асты бөліктеріне әсер ететін, яғни ауырсыну егер беткей болатын болса, біз 810-дық нанометрмен әсер етіп бағанадай ауырсынуды баса аламыз. 980-дік ол теріден төмен, яғни терең бұлшықеттерде ауырсыну пайда болса, сіңірлерде пайда болса, барлығы 980-дік, яғни ол тағы да бір ерекшелігі, ол қыздырады 980-дік, және де біз жылуды сеземіз.
Ал 1064-тік ол таза өзіміздің грыжаны емдеуге арналған сәуленің бірі, өте ұзын көлемді қамтиды, 10 сантиметрге дейін әсер етеді, және де осы грыжаның тез кетуіне өзінің үлесін қосады. Лазерлік терапия, былайша айтқанда, мына шыққан грыжаны ерітеді де, оны артқа қарай қайтарады. Біз оны әрине кейбір пациенттер бар, татуировка салбаған, ол кісілерге жасамаймыз. Өйткені лазерлік терапияның әрине өзінің де қарсы көрсеткіштері бар. Соған сәйкес біз әрекет жасаймыз. Магнитотерапия деген екінші аппаратымыз бар. Жоғары интенсивті магнит терапиясы адам ағзасына былайша айтқанда зиянсыз, тек әрине темірі болмаса денесінде, былайша айтқанда магнит өте қауіпсіз аппарат. Заманауи өте мықты аппарат, және де бұл грыжаға мына жыртылған шеміршектің фиброзды қабатын бір-бірімен қоса бастайды. Сол кезде бізде мына грыжадан көріп тұрсыздар, мынандай протрузия пайда болады. Сол осы күйге дейін біздің жеткізу мақсатымыз болып табылады. Бірдесте мынандай дискті біз ешкім бере алмайды әрине, өйткені біздің методтың барлығы неинвазивный, яғни теретін жарақаттамайды, барлығы операциясыз, және даже магнит аппараты тері үстінен емес, киімнің сыртынан да жасалады. Ондайда жасау қабілеті бар. Енді резорбция грыжа деген өте ауқымды тақырып. Бұған сенетін бар, сенбейтін бар, бірақ өзіміздің әрине көрсететін болам. Сізге МРТ бізде келген, бізде ем алған, 2 курс бойы емделіп, толық нәтижеге жеткен кісілердің барлығын МРТ-ымды көрсетуге болады. Оның барлығы соған дәлел болып есептеледі. Достар, егер сіздерге бізде емделген клиникамызда операциясыз грыжаны емдеген науқастардың МРТ-сы қызықтырса, екінші видеода ссылкасын қалдырып кетемін. Сол видеода толыққанды өздеріңіздің көздеріңізбен МРТ-ның до и послесін көретін боласыздар. Сіздерге қош сау бол деп айтпаймын. Менімен бірге осы видеоның ақырына дейін көргендеріңіз үшін рахметін айтамын. Алыстамаңыздар, біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.